Қайырлы күн, достар. Бүгін мен сіздермен гуляштың рецебімен бөлісемін. Каналға жазылып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаймыз. Біріншіден етті осылайынан алып, өзімізге қажетті етті жуып аламын алдын ала. Осылайынан алып, орта бөліктерге бөлеміз. Туралған етімізді бір ыдысқа салып, салқын су құйып қоямыз. Оған дейін енді кезекте пиязды жақсылап майдалап көбектеп тураймыз. Пиязымызды турадық. Келесі кезекте сковородкамызды отта қыздырып, сармай салып, 30-20 грамм көлемінде, үстінен 2-3 ас қасық көлемінде сұйық майымызды құйып, қызған майға етімізді жақсылап қуырамыз. Етімізді осылай қатты отта аузынан жауып, 10-15 минут көлемінде жақсылап қуырамыз, су тартылғанша. Мінекей, көріп тұрғандарыңызда еттің суы тартылды, ет қызара бастады. Пиязымыз салып 5 минут көлемінде қуырамыз. Құятын томатный суымызды дайындаймыз. Бір ас қасық томатқа салқын суды қосып, фильтрден жақсылап араластырып аламыз. Пиязымыз бен етіміз жақсылап қуырылды. 2 ас қасық көлемінде ұн, тұз, қара бұрыш пен қызыл бұрыш қосамыз, қалауларыңыз бойынша. Және де томат қосылған суымызды құйып, жарты сағат, яғни 30 минут, 35 минут көлемінде баяу отта бұқтырамыз. Етіміз жұмсақ болып піскенше. Гуляштың жанына гарнирге мен картошкадан пюре дайындаймын, яғни осылайынан турап салып, тұз қосып, жарты сағат отта пісіреміз. Піскен картошкамызға сармай, сүт қосып, жақсылап еземіз. Біздің осымен асымыз дайын. Каналға жазылып, комментарий қалдырып қоюды ұмытпаймыз. Мінекей, ас болсын баршаңызға.